Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрлайым. Бүгін сіздерге балалардың сүйікті асы сосиски в тесте рецептімен бөлісемін. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге қажетті заттар жылы сүт, қайнаған су, ашытқы, сары май және де бір жұмыртқа керек. Таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, 1 шай қасық қант, жарты шай қасық тұзымызды салып, ерігенше әбден араластырамыз. Қант пен тұзды ерігенше араластырып, оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаны салған кезде сүтіміз ыстық болмауы қажет. Жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Және де оның үстінен ерітілген сары майымызды құйып араластырамыз. Енді барлығы дайын болғаннан кейін қайнаған ыстық суымызды құямыз. Енді оның үстіне ашытқымызды саламыз. Міне біздің сұйық массамыз дайын. Енді електен өткізілген ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп илейміз. Жұмсақ болса қамырымыз тестада әдемі көтеріліп шығады. Менің каналымда аптасына 2 рет жаңа рецепттер шығып тұрады. Кіріп көрсеңіз болады. Өте қолжетімді, үйдегі бар заттармен жасалатын өте оңай рецепттерді таба аласыздар. Менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Міне біздің тестамыз дайын. Енді оның бетін жауып, жылы жерге 20-30 минутқа қалдырамыз. Ашыған қамырымызды бөліктерге бөліп алып, сосискамызға ораймыз. Мен сосисканы міндетті түрде ортасынан 2-ге бөлемін, балаларға ұстап жегенге оңай болсын деп. Мінекей біздің қамырымыз өте жұмсақ, біз оны осылай созып аламыз. Одан кейін барып сосисканы сыртынан ораймыз. Осылайша барлық сосискамызды орап, противеньге саламыз. Салғаннан кейін оны бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше. Көтерілгеннен кейін бетіне бір жұмыртқаны жағып, 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне сосискамыз дайын.